Барлықтарыңызға қайырлы күн. Өте дәмді борщтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл жерде мен ет және де тауықтың бір сан етін пайдаландым. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазанымызға еттерімізді салып, орташа отта толықтай пісірамыз. Және де бөлек табаға бір жуамызды қуырамыз. Одан кейін үкіштен сәбіз бен қызылшамызды өткізіп, жаңағы қуырылған жуамыздың үстіне салып, зажарка дайындаймыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін 40 қабат, яғни капустамызды турап дайындап қоямыз. Және де картоп қосатын боламыз. Дайын зажаркамыздың үстіне 1 шай қасық толтырмай уксус қосасыздар. Жақсылап араластырамыз. Дайын болған 2 сағат пісқан етімізді қазаннан алып, турап дайындап қоямыз. Біздегі жаңағы етіміз пісқан сорпамыздың үстіне дайын зажаркамызды салатын боламыз. Татымына қарай тұз және де приправа қосасыздар. Кейін оның үстіне капустамызды, яғни 40 қабатымызды қосамыз және де картоп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін туралып дайындап қойған пісқан етімізді қосамыз. Картопымыз пісқанша баяу отта пісірамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.